Сәлем қыздар, Әсәлема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді өте дамды кешкі ас немесе түскі асқа дайындасаңыз болады. Ыстық тағам түрі дапанжи әзірледім. Дапанжиді қамырымен әзірледік. Осы тағамды жасап көргіңіз келсе, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, және пікірге өз пікіріңізді жазып өтіңіз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен тағамымыздың қамырын илеп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқа және жылы суға тұзды салып, кәдімгі бешбармаққа илеген тәріздес қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты немесе өте жұмсақ болмау керек. Орташа қалыпта илейміз. Жаюға да ыңғайлы болу үшін. Илеп қойдық, 15 минут демалтырып қоямыз қамырымызды. Осындай тауық аяқтарын алдым. Және қызыл және жасыл бұрыш, бір пияз, картоп қажет болады. Картопты ірілеу етіп, ортасынан бір ғана бөлдім. Тағамда әдемі көрінеді, осылай ірі езілмей әдемі піседі. Бұрышты ұзыншақ әрі жалпағырақ етіп тураймыз. Пиязды турап аламыз. Бізге тауық етінен дайындалған тағамдарға осындай дәмдеуіш қажет болады, яғни томат тәріздес түрі өзінің, және құрғақ түрі бар, оның ішінде ашты чили бұрышы бар. Қамырымыз тынды, тағы бір басып қоямыз. Тағы 10-15 минут тұрады. Қызған каструль немесе қазанымызға сұйық майды құйып алдық. Дәмдеуішімізден бір ас қасық немесе бір жарым ас қасық салсаңыз да болады. Қызған майға осылай қуырып жібереміз кішкене. Содан кейін барып қана тауық аяқтарын салып қуырамыз. Барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Тұз себеміз жақсылап тату үшін. Және артынан пиязымызды салып, бір ас қасық томат пастасын қостық. Пиязымыз сарғайғанша қуырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Пиязымыз қуырылып болып қалды. Суы да тартылайын деді. Және картопымызды салып, кішкене қуырып жібереміз. Және құрғақ дәмдеуішімізді қосамыз. Суды картоп және тауық аяқтары батқанша ғана құямыз. Қайнағанын күтеміз, қайнағаннан кейін 40 минут қайнатамыз. Баяу отта тұзын көріп аласыздар, татымаса тағы да тұз саласыз. Қамырды жайып алдық. Қамыр қалай жаю керектігін түсірмедім, білесіздер деп ойлаймын. Оқтауға жинап, ортасынан бір бөліп, осылай жалпақ күйінде кішкене жуандау етіп, пышақпен кесіп шығамыз. Оқтауға жинаған кезде арасына міндетті түрде ұнды жақсылап себесіз. Осылай ажыратып алдық.
тапаншамыз дайын болып қалды. Енді туралған бұрышымызды салып, бір 3-4 минут қана қайнатамыз. Өйткені бұрышымыз жаңағы тірі қалпында қалу керек, яғни қатты жұмсарып кетпес үшін. Сонда тағамымыз да әдемі тұрады. Қайнаған суға тұзды салдым. Жай ғана қайнақ суға қамырды салып пісіріп аламыз. Кәдімгі бешбармақтың қамырын пісірген тәріздес пісіріп аламыз. Бұл жерде тек қана сорпа емес, жай су болып тұр. Сонда да қамыр дәмді болады. Сүзіп тарелкаға алып аламыз. Және жабыс қалмас үшін арасына сұйық майды осылай жағып шықсаңыз болады. Жақсылап барлық жеріне жағып алдық. Тағамымыз дайын болды. Сондай тәбет ашарлық, әрі дәмі де дәмді, балалар сүйіп жейтін тағам. Бір жағынан қамыры да бар. Рецептін аса міндетті түрде пісіріп көріңіздер.